Сіздермен мен доктор Оразбек. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз оториноларингологияның бір бөлімі, ринологияның бастамасы, яғни мұрын қуысы, мұрынның қызметтері. Негізінде оториноларингология дегеніміз өте үлкен сала. Біз оны бөліп қарастырамыз, яғни бүгін мұрын болатын болса, алдағы уақытта құлақтың патологиялары, сосын тамақтың патологияларын өтетін боламыз. Каналға жазылып қойыңыздар, достарыңызды белгілеп кетіңіздер. Комментарийға өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Мұрын қуысы дегенімізде біздің бірінші ойымызға ол иіс сезу кіреді. Ал мұрынның бізде қызметтері өте көп. Қызметтерін білуден алдын біз анатомиясын талқылап шығайық. Мұрын қуысы дегеніміз ол бізде мұрын дегеніміз жалпы жоғары тыныс жолдарынан тұрады. Яғни жоғары тыныс жолдарынан мұрын маңы бездері, околоносовой пазухи деп атады, глотка и гортань кіретін болса, соның ішінде біз бастайтыны ол мұрын. Мұрын дегеніміз бізде, былай айтқанда, мына жер жақындастырайын, екі бөліктен тұрады. Сыртқы мұрын, сосын мұрын қуысы, назус экстерна и кавум нази деп. Мысалы үшін бізде клиникалық бағыты қандай? Клиникалық бағытында бізде қарайтын болсақ, клиника анатомиясында бізде екі бөлікті қарастыруға болады, яғни сүйектік бөлік, сосын шеміршектік, то есть кешіріңіздер, шеміршектік бөлікті қарастыруға болады. Ал сүйектік бөлігіне келетін болса, сүйек екі неден тұрады, сүйектен тұрады, ос нази деп айтылады. Сабақ орысша, қазақшада кете береді, осыны не қылыңыздар. И латынша бізде в основном, потому что международный уровеньге шыққанда біз латынша айтамыз, немесе ағылшынша. Латынша білсеңіздер, ағылшынша тым қиын емес. Ол бізде ос нази. Негізінде сүйек бізде, мұрын бізде радикстан тұрады, яғни радикс ол мына жері. Сосын дорзум, спинкасы, мына бөлігі, вот мына мышкамен көрсетіп тұрмын, иә. И верхушкасы, апекс, яғни мына жерді ұшы деп айтуға болады. Енді бізде айтып өттік. Ос назида. Ос назали бізде немен шекараланған дейтін болсаңыздар, жоғарысы бізде ос фронтали, яғни маңдай сүйекпен шекараланған. Латеральды бөліктен процессус фронталис максиле. Жоғарғы жақ сүйектің маңдайлық өсіндісімен шектелген. Сіздерге айта кетейін, желательно латынша жаттай беріңіздер, өте түсінікті, өте қарапайым, өте жақсы болады. Осымен шекараланған. Ал төменгі бөлігінде бізде екі үлкен шеміршектен тұрады. Яғни мына жер картилагинес нази латералис, яғни мұрынның латеральды шеміршегі деп айтуға болады. Бұл бізде екі шеміршектен тұрады. Оларды бізде бір-бірінен айырып тұратын септинази деген бар. Мына картилага септинази өзіңіз көрсеңіздер болады. Сосын бұл шеміршектің айырмашылығы қандай дейтін болсаңыз, бұл үш бұрыш тәрізді, өте үлкен. Одан кейінгі бізде шеміршек, мына жерде картилага аларис майор. Вот мына оның екі крусы бар, яғни аяқшалары деп айтуға болады. Крус латерали, крус медиали екеуі қосылып бізде картилага аларис майорды құрады. Сонымен қоса бұл жерде болуы мүмкін да, не болмаса болмауы да мүмкін болған не бар? Картилага бар, яғни шеміршек. Ол бізде картилага аларис аксессори, яғни қосымша, не болмаса аларис минор, яғни кіші шеміршектер. Қысқаша осыларды сіздер жаттап алыңыздар. Неге бұл клиникалық маңыздылық қандай дейтін болсаңыз, ертең құдай қаласа сіздер риносептопластика операциясын жасайтын кезде именно осы шеміршектермен жұмыс жасайтын боласыздар. Не болмаса пластический хирургияда реконструкция деген дүние бар, яғни мұрын қуысы удар тиіп сынып кеткен жағдайда реконструкция жасап дұрыстап қояды. Осыны білу керек. Енді жаңа айтып өтіп кеттім, костная часть түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бізде мұрын ол немен қапталған? Сыртқы мұрын кожамен қапталған, иә? Кожа бізде, былай айтқанда, кожамен қапталған и мышечный слойы адамдарда рудимент күйде сақталған, яғни дамымай қалған.
грубо айтқанда. Мысалға сіз мұрныңызды былай қимылдата алмайсыз ғой, дұрыс па? Мышцың слойы жоқ, яғни бұлшықетті қабаты жоқ, болса да әлсіз дамыған. Ал бізде былайынан мұрын кожа келіп, мұрын қуысына именно ішке қарай кіретін кезде, надрез арқылы кіретін кезде 5-6 миллиметр ғана ішке кіреді. Былай айтқанда полный біздің мұрнымыздың іші кожа емес қой, слизді оболочкамен қоршалғанда, ол басқа тақырыптарда талқылайтын боламыз. Осы жерге кірген кезде бізде вестибуль нази деп айтады. Именно осы жерде түктер көп орналасқан. Түктер не үшін болатынды дейтін болса, бірінші орында қызметі ол шаңдарды ұстап қалып сыртқа шығарып отыру, бірінші қызметі. Ал екінші қызметі инфекцияларды ұстап қалу. Ал осы жердің именно міне осы жерде крылья носа деп айтылады. Осы жерде бізде нелер орналасқан ғой, вестибуль назиде түктер. Осы түктер бізде қабынуы фурункуль деп айтылады. Яғни фурункуль носа естіген шығарсыздар да, мұрын қуысының ішінде болады. Оны кесіп алып тастайды бізде хирургияға, лорға баратын болсаңыздар. Жалпы осы қысқаша айтып кетсек, кожасы жақсы дамыған, иннервациясы өте жақсы. Сосын фурункуль носаға келген кезде білулеріңіз керек, заранее егер фурункуль анықталған жағдайда оны тесу немесе кесу керек емес. Өйткені бұл жерде өте жақсы иннервацияланған, өте жақсы қанмен қамтамасыз етілген. Егер инфекция қанға түсіп кететін болса, достар, сразу адамда внутричерепный осложнениялар дамиды. Оған қазір келеміз. Мысалға, енді қанмен қамтамасыз етілуі басқа бет органдары сияқты мұрында да өте жақсы дамыған. Бұл жерде артерия каротикс экстернадан шығады, яғни артерия ангулярис. Мына жерде артерия ангулярис, мына угловая артерия, осы артерия арқылы шығып, бұл қай жерден шығады дейтін болсаңыздар, ол бізде бет нервтің тармағы, артерия фациалисінің тармағы. Ал екіншісі артерия дарсалис нази. Вот мына дарсальная артерия да. Вот бұл артерия каротикс интернадан шығып, артерия офтальмиканың соңғы тармақтары болады. Мына офтальмикадан шығып, дарсалиспен бірге, ангуляриспен бірге қосылып анастомоз құрайды. Осы жерді байқасаңыздар, біреуі экстернадан шығып тұр, біреуі интернадан шығып тұр, иә? Екеуі осы жерде анастомоз құрайды. Түсінікті ғой, осылай қанмен қамтамасыз етіледі. Енді бізде веналарын бізде білу маңызды. Неге дейтін болсаңыздар, неге деген сұрақ туындайтын болса, бізде вена ангулярис бар ғой, осымен бізге вена ангуляриспен қосыла жоғарғы верхняя глазная вена деген бар ғой бізде. Осы екеуі қосылып бірге анастомоз құрып, мына жердегі бізде каверна бар ғой, синус кавернозус, осымен бірге тікелей анастомоз құрайды. Вот мына жерде көріп тұрсыздар ғой да, осы жерде анастомоз құрайды. Егер сіздер сыртқы, мысалы үшін угри болсын, басқа болсын, мұрын маңындағы бездерді қысып, гнойдықты, іріңдіктерді венаға өткізіп жіберетін болсаңыздар, внутричерепный осложнение осылай дамиды. Ішіне гной кіріп кетеді, инфекция тікелей миға әсер етеді. Түсінікті ғой? Сонымен қоса вена назалис экстерна бар. И мына жерде вена лабиалис superior inferior, сонымен қоса вена фациалис профунда, осы жердің бәрі жиналып вена фациалиске құяды. Ал вена фациалис бізде вена югулярис интернаға құяды. Вена югулярис жиналып барып вена кава superior арқылы жүректің оң жақ жүрекшесіне құяды. Енді лимфаток қай жердегі барады дейтін болсаңыздар, мысалға лимфатический узел бізді подчелюстный дейді, мысалы үшін жақ асты лимфатокқа құяды. Ал иннервациясына келетін болсақ, екі түрлі болады: двигательный и чувствительный, яғни қимыл қозғалтқыш және сезімтал. Қимыл қозғалтқыш бізде нервус фациалисінің тармағынан береді. Ал чувствительный, яғни сезімтал, ол бізде над және подглазничный нервус супраорбиталис et инфраорбиталис арқылы келеді, иннервацияланады. Ол бізде нервус тригеминустың тармағы. Достар, бұл біздің плейлистімізді жалғастырады. Достар, бұл біздің плейлистімізде сохранить етіліп тұрады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Оториноларингология бөлімін
бірге меңгеріп жақсы қазақша түсініп дамитын болайық.